Алла бол десе дереу бола қалады. Күн фаякун дей ма? Яғни бол деді дереу бола қалады. Біз машинаға отырамыз, дұрыс па? Автобусқа отырамыз. Шоферін білесіз ба? Білмейсіз. Бірақ сенімдісіз да? Осыған сенім отырып алдыңыз машинаға. Бірақ білмейсіз оның кім екенін. Сіз аспанға ұшасыз. Ұшаққа. Сіз тіпті барып, жаңағы капитаннан сұрамайсыз. Капитан, сен мені аман есен апара аласың ба? Сен жақсы ұшасың ба? Кән документіңді бер. Сұрайсың ба? Сұрамайсың. Сенімдісің. Өзің соған тапсырдың. Біз кемеге мінеміз. Біз барамыз да кеменің капитанынан сұраймыз ба? Мініп аламыз, өзіміздің орнымызды тауып аламыз, отырамыз. Яғни сенімдіміз, оған сеніміміз өте жоғары. Бірақ біздің өміріміз кімнің қолында? Раббымыздың қолында емес пе? Неге өміріміз үшін уайымдаймыз біз? Неге біз рызығымыз үшін уайымдаймыз? Ендеше неге біз басымызға түскен қиындықтың шешілмей қалатындай неге уайымдаймыз? Аллаға неге тапсырмаймыз? Сол бір капитанға, сол бір ұшаққа, сол бір шоферға тапсырған сияқты неге Аллам, менің өмірім сенің құзырыңда ғой. Сен бүкіл байлықтың иесі болған сенсің. Я Аллам, сен бүкіл құдіреттің иесі сенсің. Сен өмірімді өзің туралап бер деп неге Аллаға сенбейміз?